Лайк басқандан неге аясыздар? Саусақтарыңыз 10 тонна болса да бісміллә деп көтеріп, лайк басып бермейсіздер ме? Комментарий жазып. Сондықтан мына діни фанатизммен ауыратын қазақтарға айтам, дін жүректе. Ол бір көсемдерге қарап, бір лидерлерге қарап, қолдан жасалған жаңағындай діни Иран, Саудия сияқты елдердің қаржысымен, миллиондарыменен 4 қатын алып, 4 джип алып, 4 коттедж алып, субханалла, Алла беріп тұр енді. Жеңгедерің тауып жатыр енді. 15-ші жылда тауда жеңгедерің Құдай деген беріп жатыр енді. Құдайдың берген осындай болсын, Құдайдың бергендер осындай болсын енді. Құдайдың сынағы енді, сынақ қой енді, елдер қайтеді енді. Арқыраған міне арғымағымыз бар, міне джип мініп жүрміз. Жеңгедерің 4-4-тен туып жатыр міне. Құдайдың берген субханалла, машалла, машалла деп отырған сондайларды Құдай көріп табынбаңыздар. Боқболатпен бірге боққа малынғаннан Құдай сақтасын. Сондықтан мына Саудия десе, Иран десе, содан кейін ойбай, олар дүниенің құтқарушысы деп мына Иранның артынан жүретін бір топтар бар. Өткенде мына тыңдадыңыздар ма, мына Қазақстандағы анау зіркілдеп билейтін зікірші деген топтар бар болатын. Естеріңізде бар ма? 2000 қай жылдары сотталды зікіршілер дейді. Мына Азаттықтағы Қасым Аманжол кезінде Алматы қаласының орынбасар әкімі болған кім еді анау? Ғалым Боқаш кейін Азаттықты басқарды. Одан кейінгі мына қазіргі Абзал Құспан Сұмырай Есекбас, анау Ақ Жүніс болып жүрген Қара Жүніс, Сәуле Әбілдахан Әбединова, мынау Санжар Керімбай, Рақат Мамырбек, тағы бір топ жігіттер сол зікірші болды. Мына Саят Ибрагимов, анау енді ғалым кісі. Сосын соны Қазақстанға алып келген мына кім болды әгі? Ауғанстанның қазағы Сметолла Махсум деген болды. Мен ол кісілердің сотталғанына кәдімгідей адамдық құқық тұрғысынан олардың діні үшін, неге діни көзқарас үшін сотталды деп кәдімгідей бірнеше жерде сөйлеп, айтатын жерде айтып, енді адамдық құқық бойынша ол қай дінге сенеді, ол бүйтіп зіркілдеп билей ма, мешіттің ішінде дискотека билей ма, билейді ғой олар. Сіздер енді зікір деп іздесеңіздер шығады, олар кәдімгідей екі жағына зікір салады. Ах, пұх, ах, пұх, ах, пұх деп бүйтіп зікір салады олар. Ол енді еркектердің зікір салғанын көрсеңіз, енді қызықтау енді. Ана қижап киген әйелдер деген зікір салған енді ол тіптен бастарында қижап зікір салып екі жағына. Оны енді ана шешендердің зікір салған тіпті қызы, олар бұлар секір бүйтіп билейді, бүйтіп арбан құрбан енді. Ана 80 жылдардағы бір дискотеканың осындай бір түрі бар ғой, сол сияқты билейді. Гуглден жазып, ютубқа жазып, зикир деп, шешен зикир деп жазсаңыз шығады, осы бүйтіп билейді. Мана Пакистан, Ауғанстандағы зікіршілер бақа ұқсап шоршиды бүйтіп. Жаңа ыршып, шоршып, сөйтеді. Енді жарайды ол шорши ма, билей ма, біздің не қақымыз бар? Біз тек оларды Қазақстандағы диктатор Назарбаев оларды соттаған кезде адамдарды діни наным сенімі бойынша соттау дұрыс емес деген сөзді айтқамыз да, жазғамыз да. Сөйтсек, өткенде соның 15 жыл ма 10 жыл мына Абзал Құспан өзі адвокат болып өзі соттатқан мына ойбай менің мына Инстаграм 23 секунд қалды дейді. 23 секундтан кейін автоматты өшеді екен Инстаграм. Сіздер ютубқа ауысыңыздар. Міне 15 секунд қапты дейді. Ютубқа ауысыңдар. Мына Инстаграмың шектейді екен ғой бәле. Бір сағат екен я видеолар. Жақсы Инстаграм қош сау болыңдар әлден айтып қойдым. Сөйтсек мына Абзал Құспан сол Сметолла Махсуммен мына Саят Ибрагимнің адвокаты болып, менің соңғы адвокатым, ойбай, мынаны шер деп жіберіп қояды екенбіз. Бол, қайтадан ашса болады екен. Инстаграм, ассаламағалейкум. Қайтадан қосылды, мына Инстаграм бір сағатта бір үзеді екен. YouTube жақсы екен ғой. Қайтадан екінші бөлік, жаңағы лекциямыздың жалғасы. Содан сол негізінде олардың адвокаты, менің соңғы адвокатым Шыңғуат Байжан болған. Сөйтсе КМБ-нің, КГБ-нің қызыл адвокаты, өтірік адвокат болып жүрген, шын мәнінде КМБ-нің артысы Абзал Құспан кеп, әгілерге түрмеге кіреді, Шыңғуат Байжан түрмеге кіре алмай қалады. Сөйтіп, бірақ күнде Сметолла Махсум мен Саят Ибрагимнің адвокаты болып Абзал Маймыл шыға келеді ғой.
Сөйтіп ең соңында Абзал Маймыл өзі әлгілерді өзі соттатады 15 жылға. Өзі соттатып, әділет жоқ Қазақстанда деп өтірік Аппас себеп айғайлап қояды. Енді Абзалдың сұмырайлығы сонда ғой, өзі жаңағы досына у беріп өлтіреді. У беріп өлтіргеннен кейін жаңа басынан құса, ой бауырым ой, досым ай деп жылайды. Әбден ана өліп ең соңында дем үзілгенге дейін жылайды да, дем үзілгеннен кейін бетін сүрте салады. О, әкеңді деп теуіп көме салады. Абзалдікі сол өлгенше сырым бермей сол сөйтеді. Бірақ өзі у беріп, өзі өлтіріп, өзі ой бауырым деп жылайтын сұмырайдың өзі сол. Сол Сметолла Мақсұм өткенде Путинге арнап сөз сөйлепті. Ойбай, енді ол сөзді мен енді ол сөзді естігенде енді есімнен танып қалдым. Путинжан дейді. Путинжан дейді, анау бар ғой. Енді мынандай дүниеде сорлылық бола ма? Путинжан дейді. Енді жер шарында Путинжан дейтін бірден бір адам сол шығар енді. Путинжан дейді ғой, Құдай ол. Сен Құдайдың жіберген адамысың дейді. Путинжан дейді ғой, енді әгіні естігенде білмеймін, енді ол қазақша сөйлепті, енді итаршылары аударып жеткізген шығар енді Путинге. Сізді мына Путинжан деді. Жан деген сөз, жанымды берем деген сөз. Тура жүрегінен, қазақтар келіншегін жақсы көргенде жаным, күнім деп кетеді. Тура сол сияқты жан деп сізді. Ойба, онда Путин ол мені келіншек көріп кетті ма демейді. Енді жеткізді енді. Қысқасы, ой, мен сөйлегенде ұшақ қаптап кетті ғой бәле. Ей, арышыңдар, ей! Өстіп айтып қойсақ ба? Арышыңдар деген ба? Ал жақсы, сол Путинжан дейді. Енді олар, енді мен олардың тағы да дініне құрметпен қараймын. Себебі демократиялық ұстаным. Олардың дініне тағы құрметпен қараймын. Шоршып билей ма, секіріп билей ма, маңқасағып билей ма, жылап билей ма, жоқ, біз отырып алып, Санжар Керімбай ұқсап бүйтіп селкілдей ма, өзі білсін, маған бәрібір. Ол енді өздері таңдаған жол, адамдық құқық бойынша өз еркі. Бірақ сол осы Қазақстанға осы зіркілдеп билейтін дінді алып келген, сол діннің Қазақстандағы таратушысы анау кім? Сметолла Мақсұмның Путинді Путинжан деп, оны Құдайдың жіберген елшісі деп сөйлеген сөзін көргенде мен талдым. Айтпақшы, бұлардың Қазақстанда тағы бір үлкен ғалымдар бар, тырнақ шашындай ғалым. Зікірия Жандарбек деген, қазіргі мынау Түркістандағы Қазақ-Түрік университетінде профессор ма, ғалым ба, сондай. Ол өзі дінді жамылған екі аяқты шайтан, кәдімгі киім киген шайтан. Жаңылмасам, осы уақытқа дейін маған қарсы бір 20 мақала жазды ғой деймін. Маған қарсы үрген сөздерінде қисап жоқ. Енді мысалы мен енді ол кісіні өмірімде көрген жоқпын. Өллахи беллахи. Зікірия Жандарбек дейді. Әйтеу сол мені көрген жерден сол. Серікжанды өлтірсек қазақ халқы жақсылыққа жетеді деп. Осы меған таңбағаны қалмады. Мені біресе уақабист дейді. Мен уақабист болсам, мен уақабист Бекболаттың етегінде жүрмей ба? Мен уақабист болсам Бекболаттың етегінде Бекболат Боқболат екенсіз деп ойбай деп жүрмейін ба? Ол әйтеуір жаптым, жала, жақтым, күйе, сол, былжырап, солың бәрі сол. Енді бұлардың арғастары не екен десем, бұлар сол айналып дегенде сол Иран жақпен бір екен ғой. Иранның мына діндегі адасқан бағыты шиизмменен, шиғалық бағытпенен бірдей. Сол айналдырып кеп, ең соңында сол қазақтың бәрін сол қабірге табындырып, аруаққа табындырып, содан сол қолдан Құдай жасайды. Мына Иранда байқадыңыздар ма? Дін мен саясат бір. Олар рухани көсемдерін, анау Хамениларды Құдай жасайды. Құдай сияқты табынады. Оған жаңағы айтқандай 4-5 жастағы қыздарын береді. Міне, олар тәулігіне бәлен қатын алады, бір тәулікте түгенбай қатын алады. Оны олар сауап жасап жүрміз. Аналарға қасиет қонды дейді. Ананың астына барып, бір түн қатын болғандары, енді ол мақтанады. Біз деген пәлен, 15 жылдың алдында пәленші айдың пәленші түнінде бір түн мен сөйтіп қасиет қонған маған дейді. Оны басқа еркектер көріп сілекей ағып, мен сізді қатынды қалайыншы дейді. Ол айтады, очередке тұр дейді. Міне, осындай діни фанатизммен жаңағы ауырады ғой бұлар. Сөйтсек, бұлардың барлығының астарында, ар жағында саяси күш жатыр. Диктаторлық Иран,
диктаторлық Ресейдің одақтасы, диктаторлық Қытайдың одақтасы. Міне соған Қытайлар анау 20-30 жылдан бері Иранға ұйғырларды, қазақтарды, дұңғандарды жіберіп, арнайы шииттік бағытта тәрбиелеп жатыр. Сөйтіп Қытайда алдымен мешіт шағып, молданы шағып бәрін өлтіріп болады, қиратып болады. Молдалардың барлығын сүнниттік бағытта, яғни 1500 жылдан бері өзінің ата-бабасының дінінде келе жатқан осы сүнниттік бағытты Орта Азияда ұстанған осы елде енді ирандық шиғалық бағытты ұстанатын қауымды қалыптастырмақшы. Алдымен оны қалыптастырайын десе қайтеді, молдалар кедергі болады, діни сауаттылар кедергі болады. Сөйтеді бүкіл дүнгеннің молдаларын өлтіріп ұстап, ұйғырдың, қазақтың молдаларының бәрін қамап, өлтіріп, жаңа соттайтын соттап, мешіттердің бәрін қиратып, мешіттердің бәрін жаңағы ән айтып билейтін жерге, туристік жерге, ресторанға айналдырып тастап, одан кейін мына Иранда 30-40 жыл тәрбиеленген, жасырын тәрбиеленген шииттік молдаларды алып келіп, міне біз Шинжаңда дінге еркіндік бердік деп қоя қояды. Ал олар келеді де халықты шиизмге тәрбиелейді. Сонымен Қазақстанның қазағы сүнниттік бағытта, боқболаттарың ол бөлек бағытта, мынауың түріктің бағыты, анауың Египеттің бағыты, мынау Саудияның бағыты, мынау аруақшы, анау тәңірші, мынау қабір аралағыш, мынау қабірді терістегіш, мынау ағашқа табынғыш, мынау ағаш төртегіш. Сөйтіп тас талқан болып, бірақ негізгісі сүнниттік бағыт болып тұрғанда аналар алатта шиит болады. Сонымен шиит қазақ пен сүннит қазақ Иран мен Ирақ құсап соғысқанның көкесі сонда болады. Міне айналамыздағы диктаторлардың біздің халқымызға жасап жатқан сұмдықтарының қыры-сыры осы. Сондықтан мен қалың елім қазағым айтатыным, дін адамның жүрегінде. Адамның жүрегінде. Дін ешқандай ортадағы делдалсыз, әр адаммен сенің тіке байланысың. Бейне ұялы телефоның спутникпен тіке байланысқан сияқты, сен өзіңнің қажетіңді, құлшылығыңды, өзіңнің нанымыңды ешқандай делдалсыз сол күллі ғаламның жалғыз ғана жаратушысына тіке хабарлас.